Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма жазылып, видеоға лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін үй жағдайында оңай дайындалатын суши дайындаймыз. Бізде барлық керекті ингредиенттерді астында описание бөліміне жазып қоям. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Бірінші кезекте күрішті пісіріп аламыз. Және де күріш піскеннен кейін үстіне құятын қоспа дайындаймыз, яғни су дайындауымыз керек. Күрішіміз піскеннен кейін жаңағы дайындап қойған суды қоспаны құятын боламыз. Бұл жерде судың рөлі біздің піскен күрішімізді жабыспақ болдырады, яғни сушидің күріші жабыспақ болуы керек. Осылайша жаңағы теңіз капустасының үстіне орналастырамыз. Ортасына қалауыңыз бойынша қоспалар қолдансаңыздар болады. Мен творожный сыр және де қияр қолдандым. Шамалы сулаймыз, тығыздап, жақсылап тартып орайтын боламыз. Және де видеода көрсетілгендей етіп, біркелкі формада қатты етіп ораймыз. Шетін кесіп тегістеп аламыз. Осылайша біздің сушиіміз дайын болады. Міндетті түрде осы рецепті бойынша жасап көріңіздер, ас болсын.